Қайырлы кеш, қадірлі көрермен қауым. Эфирде төрелік хабары ақпараттандыру саласындағы қылмыстылықпен күрес мәселесін бүгінде терроризммен және ұйымдасқан қылмыспен бір деңгейде, тіпті одан да қауіпті деп қарастыруға болады. Бұл ретте осы мәселені халықаралық деңгейде шешуде кешенді тәсілді жүзеге асыру қажет. Қазақстанда аталған қылмыс түрімен күресуде мол тәжірибесі бар мемлекеттермен бірлесе қызмет атқаруы қажет. Кибер қылмыс түрлерімен жалпы электронды ақпаратты ортада жасалатын жаңа қылмыс түрімен тиімді күресу үшін жаһандық киберполиция ұйымын құру қажет. Себебі аталған қылмыспен әр мемлекеттің жеке-жеке күресуінің аса тиімсіз екенін ғалымдар айтып жүр. Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жасалатын қылмыстың түрлері қандай, оның алдын алу үшін не істеу керек, заң не дейді? Төрелік хабарының студиясына біз бүгін Степногорск қалалық сотының судьясы Жанар Ғабдысаматқызы Хамзаны шақырып отырмыз. Жанар Ғабдысаматқызы, студиямызға қош келдіңіз. Аталған саладағы қылмыс түрлерінің алдын алу, онымен күрес түрлері және олардың жолдарын қарастыру ақпараттық технологиялар саласындағы қоғам қауіпсіздігін сақтау үшін аса маңызды екені анық. Жалпы ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жасалатын қылмыстарға түсінік берсеңіз. Кеш жарық, ғаламдық даму, соның ішінде ақпараттық компьютерлік технологиялардың дамуы жаңа қылмыс түрінің кибер қылмыстардың пайда болуына әсер етті. ақш-тың осы мәселені зерттеп жүрген сарапшыларының кибер қылмыс туралы шығарған теориялық еңбегі бар. Осы еңбекте кибер қылмыс дегеніміз компьютермен, желілік құрылғылармен, желілермен байланысы жасалған кез келген қылмыстық әрекет болып табылады деп көрсетілген. Кибер қылмыстарды 3 санатқа бөліп қарастырады. Бірінші, яғни ол желіге енуге мүмкіндік алу үшін компьютерлерді қолданып жасалған қылмыстар. Екінші, компьютер қылмыстың құралы болып жасалған қылмыстар. Үшінші, компьютер қылмыстың қатысушысы ретінде жасалған қылмыстар. Бұл жерде қылмыстық жолмен алынған деректерді компьютерде сақтауды айтып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының жанындағы қылмыстық жөніндегі комитет бұл мәселені экстремизм, терроризм және есірткі сияқты аса қауіпті қылмыстар қатарына қояды. Мысалы, 1993 жылы Италияның банктерінен 20 миллиардқа жуық ақша ұрланған. Францияда жыл сайын осы қылмыстардан келетін шығын 1 миллиард евроны құрайды, және бұл жыл өткен сайын 30-40%-ға артып отыр. Германияда компьютерлік мафия жыл сайын 4 миллиард евро шамасында ақшалар ұрлап келген. Американың компьютерлік қылмыстылық жөніндегі ұлттық ақпараттық орталықтың мәліметі бойынша 1988 жылы осы кибер қылмыстардың салдарынан Американың фирмаларына $500 миллион көлемінде шығын келген. Бұл жыл сайын өсіп жатыр деген сөз. Ал төменгі көрсеткішпен айтатын болсақ, жалпы айтқанда Америка және Еуропа елдеріне осы қылмыстан келетін шығын ондаған миллиард долларды құрайды. Бұлардың ашылатыны, яғни тергеушілерге мәлім болатыны 10% ғана екен. 90% жасырын қалып жатыр. Бұл компьютердің дамыған ел болып табылатын, осы қылмыспен күресте тәжірибесі мол ақш-тың өзінде. Ең алғаш осы санатқа жататын қылмыс 1966 жылы Америкада тіркелген. Енді ТМД елдеріне келетін болсақ, алғаш бұл санатқа жататын қылмыс 1991 жылы Ресейде тіркелген. Ресейдің сыртқы істер экономикалық банкінен 125,5 миллион ақш долларын құрайтын қаражат ұрланған. Бұл қылмысты жасаған сол банктың қызметкерлері болып шықты. Олар жасанды құжаттар жасақтап, жалған паспорттар арқылы есепшоттарға ақша қаражаттарын көшіріп отырған, сол ақша қаражаттарды өз пайдаларына пайдаланған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің ерекше бөлімі 20-ға жуық баптарында ақпараттық технологияларды қолданумен жасалған қылмыстарға қатысты жауаптылық көзделген. Бұл тек осындай белгі ресми түрде бекітілген қылмыстар бойынша. Сондай-ақ ақпараттық технологияларды қолданумен жасалатын қылмыстар әлде қайда көп екені анық. Осы санаттағы қылмыстарды тергеу бойынша 2003 жылы Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің жанынан жоғары технологияларды қолданылып жасалған кибер қылмыстарды ашу тергеу бойынша К басқармасы құрылды. Енді статистикаға көз жүгіртер болсақ, 2003 жылы осы санатқа жататын 17 қылмыстық іс тіркелген,
2004 жылы 26 қылмыс, 2005 жылы 713 қылмыс, 2006 жылы 1437 қылмыс тіркелген, яғни 3 жылда 98%-ға артып отыр. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының жанындағы құқықтық статистика және арнайы есептік алу жөніндегі комитеттің статистикалық мәліметіне сәйкес 2017-2021 жылдар аралығында республика бойынша 20.145 осы санатқа жататын қылмыс тіркелген. Бірақ солардың тергеушілермен ашылғаны 6.955 ғана, яғни 34,5% ғана құрайды. Өзіміздің соттарға келер болсақ, Ақмола облысының соттарына ақпараттық технологияларды қолданумен жасалған ұрлық қылмыстары бойынша 2021 жылдың 9 айында 1 қылмыстық іс түсіп тіркеліп қаралса, 2022 жылдың 9 айында 3 қылмыстық іс тіркеліп қаралған. Ақпараттық технологияларды қолданумен жасалған алаяқтық қылмыстары бойынша 2021 жылдың 9 айында 4 қылмыстық іс тіркеліп қаралса, 2022 жылдың 9 айында 8 қылмыстық іс тіркеліп қаралған. 2021 жылдың 9 айымен салыстырғанда 2022 жылдың 9 айында осы санатқа жататын қылмыстық істердің облыс соттарына түсу көрсеткіші 75%-ға артқан. Мұндай тенденцияның қалыптасу мамандардың пікірінше ғаламтор желілерін адамдардың көптеп пайдалануы, бұрынғы ТМД елдері мен Қытайдан келетін контрафактылық өнімдердің артуы, электрондық техникаларды қолдану кезінде қолданылатын технологиялардың ел арасында жиі таралуымен байланысты. Кибер қылмыстардың өсуінің тағы бір себебі адамдардың есеп айырысуда ақшасыз түрін көп пайдалануы, яғни осы саланың көп дамуы. Қылмыскерлер әрине бұл қаражатты ұрлауды да тасада қалдыра алмайды, себебі бұл да жеңіл ақша табудың бір жолы болып табылады. Қылмыстық кодексте ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жасалатын меншікке қарсы қылмыстарға қандай жауаптылық көзделген? Сот саласындағы тәжірибеңізде осы санаттағы қылмыстар қаралды ма? Ақпараттық технологияларды қолданылып жасалатын меншікке қарсы қылмыстар бойынша жауаптылық Қазақстан Республикасының ерекше бөліміндегі 180-ші, 190-ші, 195-ші баптарында көзделген. 188-ші бабында ақпараттық технологияларды қолданумен жасалған ұрлық қылмыстар бойынша жауаптылық көзделсе, 190-ші бабында алаяқтық, 195-ші бабында алдау немесе сенімін теріс пайдалану арқылы мүліктік залал келтіру бойынша жауаптылық көзделген. Бұл баптардың барлығын санкциялар баламалы, яғни әртүрлі жазалар көзделген. Мәселен, ақпараттық технологияларды қолданып жасалған ұрлық бойынша 3000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл жазасы көзделсе, алаяқтық қылмыстан 4000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл жазасы, ал мүліктік залал келтіруге 2000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл жазасы тағайындалуы мүмкін. Сондай-ақ ұрлық қылмысына, осы санаттағы ұрлық қылмысына 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу, бас бостандығын айыру жазалары, ал алаяқтыққа 4 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу, бас бостандығын айыру жазалары, мүліктік залал келтіруге 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу, бас бостандығын айыру жазалары тағайындалуы мүмкін. Сондай-ақ бұл санаттарда қоғамдық жұмыстарға тарту, түзеу жұмыстары сияқты жазаларды көзделген. Және де қосымша жазалар мүлкін тәркілеу, белгілі бір лауазымды атқару немесе қызметпен айналысу құқығын айыру түріндегі жазалар көзделген. Енді өз тәжірибеме келетін болсам, осы санатқа жататын қылмыстар менің тәжірибемде де қаралды. Бұл баптардың ішінде менің тәжірибемде 195-ші бап бойынша, мүліктік залал келтіру бойынша істер қаралған жоқ, ұрлық алаяқ қылмыстары қаралды. Мен өз өндірісінде қаралған қылмыстық істерді 2 топқа бөліп қарастырар едім. Бірінші, ол электрондық цифрлық қолданбаларды, яғни компьютерлік бағдарламаларды пайдалану арқылы жасалған қылмыстар. Екінші, ақпараттық жүйелерге заңсыз ену арқылы жасалған қылмыстар. Электрондық цифрлық қолданба бәрімізге белгілі, ол көбіне лауазым тұлғаларға беріледі. Сондықтан мен өндірісінде қаралған қылмыстық істер бойынша жауаптылыққа тартылғандар белгілі мекемелердің қаржы бөлімінің қызметкерлері болып табылады. Мысалы, Степногорск қаласының білім басқармасының қаржы бөлімінің 2 қызметкері 2011 жылдың мамырынан 2020 жылдың маусымына дейін жұмысшыларға берілетін жалақыдан өздеріне асыра ақша бөліп қарап пайдаланып келген. Яғни бәрімізге белгілі, қазіргі кезде жұмысшылардың табелдері олар бұрынғыдай қолмен жасалмайды, электрондық бағдарлама арқылы свет файлдарды жасалады. Олар осы свет файлдарды жасау кезінде табелдің соңғы сомасын көбейтіп көрсетіп, кейін банктерге ақша аудару кезінде өздерінің шоттарына көптеп аударған. Солай бірнеше жыл бойына ақша жымқырып келген. Олармен келтірілген шығын 13 миллион 700 мың үстіндегі қаражатты құрайды. Екеуі де әйел адам болып табылады.
екеуіне де сотпен бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындалды. Себебі келген шығын мемлекетке өтелген жоқ, біріншіден, екіншіден ірі көлемді құрайды. Сондай-ақ осы санатқа жататын ең аса ірі көлемде ақша жымқыру бойынша қылмыстық іс бұл Қазақ Алтын жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты қаралды. Қазақ Алтын жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржы бөлімінің қызметкері пандемия кезінде барлығы үйде онлайн жұмыс жасады ғой. Сол кезде пайдаланып, үйіне қызметтік компьютерін, басшының электронды цифрлық қолтаңбасын үйіне алып кеткен. Сол арқылы жұмыс жасап отырған. Сол кезде оған өзінің бұрынғы азаматтық некеде болған жұбайы келген. Сол жұбайы негізі осы қылмысты ұйымдастырушы болып табылады. Ол жұбайы сол бұл кісіге Қазақ Алтын жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен аса ірі көлемде ақша ұрлауға ұсыныс жасаған. Олар алдын ала сөз байласумен Қазақ Алтын жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің есепшотынан 1 миллиард 500 миллионның үстіндегі ақшаны Алматы қаласында орналасқан өзге бір жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің есепшотына аударған. Негізі бұл қылмыс бойынша үлкен схема құрылған. Бұл жерде тағы да үлкен адамдар тартылған. Оларға қатысты бөлек қылмыстық іс қозғалды. Бұл екі адамға қатысты қаралған қылмыстық іс бойынша екеуіне де бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындалды. Себебі бұл екеуі де келген шығынды өтеген жоқ. Екіншіден, шығынның көлемі аса ірі көлемді қамтиды. Ақпараттық жүйелерді пайдаланумен жасалатын қылмыстарға келсек, мен өндірісінде өзінің әкесінің ақшасын ұрлаған балаға қатысты қылмыс қаралды. Ол әкесінің қандай банктен қаражат алатынын, оның есепшоттарын барлығын біліп алған. Содан кейін Google-ге кіріп, сол банктың сайтына кіріп, әкесінің барлық деректерін толтырып, әкесіне түскен жалақылардың есебін біліп отырған. Сол арқылы ол бір күні түскен әкесінен түскен жалақыны өзінің банктен ашқан есепшотына аударып, өзі ары қарай пайдаланып кеткен. Сонымен қатар OLX-ке пәтер жалдаймын деп жалған ақпараттар шығарып, солай адамдардың хабарласқан адамдардың алдын ала ақшаларын алып, алаяқтық жолмен қылмыс жасаған тұлғаларға қатысты да қылмыстық істер қаралды. Тағы бір қаралған қылмыстық іс ол қазіргі таңда бұқаралық ақпарат құралдары көп айтылып жүрген интернет алаяқтық бойынша қаралған қылмыстық іс. Бұл жерде екі жігіт, олар қылмыскердің көмекшілері болып табылады. Бұл қылмыстың жасалу барысына келетін болсақ, негізгі қылмыскер ол жеке тұлғаларға хабарласып, өзін бір адамға банк қызметкері, бір адамға полиция қызметкері ретінде таныстырып, олардың белгілі бір есепшоттарының ақшаларын ұрлаған, бір адамдарға үйлерін сатқызып, сол үйлерінен сатудан түскен ақшаны белгілі бір шотқа аударуды сұрап, ол ақшаны ұрлаған. Сотталушы болған екі жігіт сот барысында бұл адамды өздері танымайтын, олар өздері жұмыс істегенін, жұмыс істеу барысында жарнамадан ғана бұл адамды көргенін, телеграм каналында бұл адам кино деген лақап атпен отырғандығын түсіндірді. Яғни бұл адамға қатысты қазіргі таңда іздеу жарияланды, бірақ нақты кім екені анықталған жоқ. Екі бала сол қылмысқа көмектескен үшін жауаптылыққа тартылды. Ол екі бала не істеді? Ол екеуі жаңа негізгі қылмыскердің айтқан сомасын, олар есепшотқа ашылады, есепшотқа түскен ақшаны шығарып алады, сол ақшадан 10% өздерінің сыйақыларын алады, қалған ақшаны сол адамға көрсеткен жерлеріне апарып қойып отырған. Сондықтан да осы жерде айтқым келеді, ақпараттық құралдардағы беріліп жатырған құқық қорғау органдарымен нұсқауларға мұқият болу керек. Шын мәнінде біздің өмірімізде мұндай қылмыстар орын алып жатыр. Жанар Ғабдысаматқызы, ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жасалатын меншікке қарсы қылмыстардың теориялық негіздері қандай? Ақпараттық технологияларды қолданумен жасалатын қылмыстардың жылға өткен сайын көбеюі және олардың жасау техникаларының күрделенуі бұл санаттағы қылмыстарға қатысты арнайы баптардың немесе арнайы жауаптылықтардың көзделуін қажет етті. Осы мақсатта 2014 жылы қабылданған жаңа Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің ерекше бөлімінің бірқатар баптарына жауаптылықтар көзделді. Мәселен, қылмыстық кодекстің 7-ші тарауы ақпараттандыру және байланыс саласында қылмыстық құқық бұзушылық деп аталады. Ал қылмыстық кодекстің 297-ші бабының 3-ші бөлімінде ақпараттық технологияларды қолданылып жасалған есірткі психотроптық заттардың айналымына қатысты қылмыстық жауаптылық көзделген. Ал енді ақпараттық технологияларды қолданумен жасалған меншікке қатысты қылмыстарға келетін болсақ, бұл санаттағы қылмыстар қылмыстық кодекстің 188-ші, 190-ші, 195-ші баптарында көзделген. Жалпы енді ақпараттық технологияларды қолданумен жасалатын меншікке қарсы қылмыстардың теориясы бұл бір эфирге
сыймайды деп ойлаймын. Себебі бұл үлкен ғылыми зерттеулер бар. Мен жалпы халыққа түсінікті болу үшін жалпылама түсіндіргім келеді. Біріншіден, әрине қылмыс құрамы болу үшін қылмыстың 4 жағы болу керек. 4 құрамы. Олар объектісі, объективтік жағы, субъектісі, субъективтік жағы. Енді бұл қылмыстардың жалпы объектісі бұл меншік иесінің иелену, пайдалану және билік ету құқығынан туындайтын қоғамдық қатынастар. Тікелей объектісі жеке және заңды тұлғалардың жеке меншігі, мүлкі. Қылмыстың заты бөтені мүлкі. Объективтік жағы ақпараттық жүйені заңсыз пайдалану жолымен бөтені мүлкін заңсыз алып қоюмен сипатталады. Субъективтік жағынан тікелей қасақана пайда табу ниетімен және сол мақсатта ақпараттық жүйені заңсыз пайдалану арқылы бөтені меншігін ұрлауды көздеп жасалады. Субъектісі ақпараттық технологияларды қолданылып жасалған ұрлық алаяқтық қылмыстары бойынша жауаптылық 14 жастан басталады, ал бөтеннің мүлкіне залал келтіру, яғни алдау және сенімін теріс пайдалану жолымен бөтеннің мүлкіне залал келтіру бойынша жауаптылық 16 жастан басталады. 2022 жылдың тамыз айында кибер қылмыстарды анықтау, тергеу және сотта қарау бойынша тәжірибелік нұсқау кітабы жарыққа шықты. Бұл кітап Американың заңгерлер ассоциациясының бастамасымен әлеуметтік желі және сотта құқық смарт жобасы негізінде еліміздің үлкен ғалымдарымен құқық қорғау органдарының, соттардың, адвокатураның өкілдерінен құралған жұмыс тобымен жасақталды. Мәселен, осы кітаптың 37-ші парағында ақпараттық жүйені пайдаланушыны алдау арқылы жасалған алаяқтық қылмысы деп KiwiAmian, интернет-банкинг және тағы басқа ақпараттық жүйені пайдаланушыны алдау қылмыстық ниетін жүзеге асыру мақсатында көрінеу жалған мәліметтер, бағдарламалар жариялау жолымен компьютерлік бағдарламалар, ұялы телефондар және тағы басқалар арқылы ақпараттық технологиялар арқылы жасалған ақпараттық жүйені пайдаланушыны мүлкін немесе мүлікке құқығын иеленуге бағытталған кінәлі әрекеті танылады деп түсінік берілген. Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жасалатын заң бұзушылықтардың пайда болуының факторлары мен салдарлары қандай? Енді осы ақпараттық технологияларды қолданумен жасалатын қылмыстардың пайда болуының негізгі факторлары, бұл әрине бәріміз білеміз, ақпараттық технологиялардың даму салаларының барлығы Қазақстан қоғамының салаларына да әсер етті. Адамның өмірі сандық құрылғыға және оның айналасындағы ақпаратты ортаға тәуелді бола бастады. Адамдар ақпараттық кеңістікті коммуникация және қажетті ақпаратты алу көзі ретінде пайдалана бастады. Бұл енді әрі қарай осы ақпараттық кеңістіктегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдауды қажет етті. Қазіргі таңда осы қатынастарды реттеу үшін көптеп нормативті актілер қабылдануда. Ақпараттық технологияларды қоғамның өмір салтына интеграциялау процесі қылмыстық іс-әрекеттен айналып өтпеді. Ақпараттық технологияларды қылмыстық іс-әрекеттің функционалдық жағына пайдалану бұл ғылыми тұрғыдан да қызығушылық тудырады. Қылмыскерлер сандық ақпарат саласындағы және осы ақпарат технология саласындағы соңғы жетістіктерді өздерінің қылмыстық іс-әрекеттерін жүзеге асыру барысында пайдаланады және олар үшін бұл тиімді болып табылады. Тиімділігі сол, бұл олардың құпиялығын сақтауға жоғары көмек береді. Сол себептен де бұл қылмыстардың ашылуы қиын. Бұл өз кезегінде қазіргі қылмыстардың функционалдық жағын өзгертеді және оларға күрделі қауіпті формалар береді. Дәстүрлі қылмыстардың модификациясына және жаңа қылмыстардың пайда болуына ықпал етеді. Тікелей жасалатын ұрлыққа қарағанда бұндай әдіспен қылмыс жасау қылмыскерлер үшін тиімді. Оның тиімді жағы олар жәбірленушімен тікелей байланыспай, қашықтықтан ақпараттық технологиялар арқылы олардың белгілі бір меншіктеріне қол сұғады. Осы санатта көп тарағаны бұл пластикалық есеп айырысу карточкаларын немесе ұялы телефондар арқылы жасалатын қылмыстар. Көбіне қоғамның әдіс топтары, зейнеткерлер, жасөспірімдер бұл қылмыстың зардабын шегіп жатады. Тіпті үлкен компанияларда осы қылмыстың салдарынан миллиардтаған ақшаларынан айырылып қылмыстың құрбаны болып жатады. Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жасалатын қылмыстармен күресу үшін не істеу қажет? Оның жолдары қандай?
Аппараттық технологияларды қолданумен жасалатын қылмыстардың күн санап өсуі және олармен күресуде қызмет атқаратын бөлімшелердің тәжірибесінің аздығы, ақпараттық технологиялармен жасалатын қылмыстарға қатысты криминалистік техникалардың жетіспеушілігін, әдістемелердің жетіспеушілігін және тергеу бойынша криминалистикалық қызметті жүзеге асыруда әдістемелікпен қамтамасыз етудің төмендігі, осының барлығы бүгінгі таңдағы біздің тергеу қызметіне кедергі келтіріп отыр. Сондықтан да мен бұл қылмыспен күресу үшін және бұл қылмыстарды тергеу сапасын арттыру үшін біріншіден осы бағыттағы ғылыми жұмыстар көптеп жазылу керек деп есептеймін. Бір салада ғылым дамымай, ол саладағы жұмыстың жеткілікті деңгейде жүргізілуі төмен болады. Екіншіден, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, судьялары осы санатта қылмыстарды анықтау, тергеу және сотта қарау тәжірибесі бойынша біліктіліктерін арттыру курстарына өту керек. Бұл біліктіліктерін арттыру кезінде шетелдік мамандарды, сарапшыларды, ғалымдарды қатыстыру арқылы жүзеге асырылса тіпті жақсы болар еді. Ақпараттық технологиялар сыбайлас жемқорлық қылмыстарынан да айналып өтпеді. Сондықтан да мен осы қылмыстың алдын алу үшін мынандай бір ұсыныс айтар едім. Біріншіден, электрондық цифрлық қолданбаны қолдану және электрондық цифрлық қолданбаны қолдану арқылы қол қою бойынша бағдарламаларды жаңарту керек. Себебі соңғы кезде басшының электрондық цифрлық қолданбасын қолданумен жасалған қылмыстар күн санап өсіп жатыр. Екіншіден, қаржылық операцияларды жүзеге асыратын бағдарламаларды жаңарту керек. Әсіресе жұмысшылардың табельдерін жасақтауда адамның қолы араласпай, тікелей электрондық форматта жүзеге асырылса дұрыс болар еді деп ойлаймын. Себебі осы табельдердің электрондық түрде жасалуында қаржы саласындағы мамандардың ақша ұрлауына әкеліп отыр. Бұндай қылмыстар біздің тәжірибемізде қаралып жатыр. Үшіншіден, свет файлдардың бағдарламаларын жаңарту қажет деп есептеймін. Себебі өзінің өндірісінде қаралған бір сот процесінде мекеменің басшысы куә ретінде жауапталғанда свет файлдарды физикалық тұрғыдан 1-2 күнде тексеру мүмкін емес екенін айтты. Себебі онда 3000-ға жуық азаматтардың деректері толтырылады. Сондықтан бұл бағдарламаны оңтайландыру жолын қарастыру керек деп есептеймін. Сонымен бірге қылмыстық кодекстің 190 бабының 2 бөлімінде ақпараттық технологияларды қолданумен жасалған алаяқтық бойынша жауаптық көзделген. Бұл бөлім орташа ауырлық қылмысқа жатады. Ал бәріміз білеміз, бүгінгі таңда алаяқтық жолмен жасалатын ғаламтор алаяқтығы деп жатамыз, яғни алаяқтық қылмысы көптеп таралып жатыр. Бұл тек қана біздің елімізде емес, әлем бойынша көптеп тіркеліп жатыр. Осыған байланысты осы санаттағы қылмысты ауыр қылмысқа ауыстыру қажет. Яғни 190 баптың 3 бөлігіне ауыстыру қажет деп есептеймін. Жауаптылығын ауырлату керек деп есептеймін. Жалпы енді барлық азаматтарға айтатын, біріншіден, әрбір адам өзінің жеке басына қатысты мәліметтерге, есеп шоттарына, қаржылық операцияларына қатысты мәліметтерге өте мұқият болу керек. Құпия ұстау керек. Құпия кодтарды, құпия сөздерді жиі ауыстырып тұрған қажет. Бұл мамандардың, әсіресе бағдарламашы мамандардың кеңесі. Сонымен бірге бұқаралық ақпарат құралдарына беріліп жатырған барлық мәліметтерге зер салып қарап, әсіресе құқық қорғау органдарының нұсқауларына зер салып қарап, соларды мұқият орындау қажет деп есептеймін. Егер соларды мұқият орындаса, бұл қылмыстардың алдын алуға, бұл қылмыстардан сақтануға мүмкіндік болады деп есептеймін. Мәселен, сізге банктен қоңырау шалған жағдайда, банктің қызметкері сіз жөнінде жеке мәліметті сұрамайды. Себебі сіз жөнінде жеке мәлімет банк қызметкерінің қолында бар. Сізде қандай да бір күдік туындаған жағдайда телефон тұтқасын қойып, банктың кол орталыққа хабарласуыңыз қажет. Ал сондай-ақ полиция қызметкерлері де сіздің қаражатыңызға қатысты қандай да бір қылмыстық әрекеттер жүзеге асырып жатқан жағдайда сізге қоңырау шалып оны хабарламайды. Олар сізді бөлімшеге шақыртады, немесе үйіңізге учаскелік полиция инспекторы келеді. Сондықтан да мұндай хабарландыру, телефон шалуларға да мұқият болу керек деп есептеймін. Жалпы қазақта айтады, сақтықта қорлық жоқ деп. Сондықтан да сақ болып, өз жеке бастарымыздың мәліметтеріне мұқият болу керек дегім келеді.
21 ғасыр компьютер мен техниканың дамыған кезеңі, ғаламтор желілерінің компьютермен басқарылатын құрылғылардың қарқынды дамуы, компьютерлік технологиялар өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды десек, артық емес. Статистикалық деректерге сүйенсек, Қазақстан халқының 70% ғаламтор желісін пайдаланады. Осыдан барып түрлі алаяқтардың құрығына түсу фактілері күннен күнге жиілеп барады десе де, олардың жолын кесу жолында мемлекет тарапынан жасалып жатқан шаралардың ауқымы кең. Жалпы ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жасалатын қылмыстың түрлері, онымен күресудің жолдары жайлы бүгін біраз мағлұмат бердік деп ойлаймыз. Жанар Ғабдысаматқызы, хабарымызға қатысқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік хабарының кезекті шығарылымы аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.